Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұсаукесер жыры. Бүгінгі сабақта тұсаукесер жырын оқисың, меншікті мағынаны ауызша және жазбаша жеткізе білуге үйренесің. Жаңа сөздерге назар аударайық. Жыр, мәдениет, ала жіп, дәстүр, бата. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық және есімізде сақтайық. Бірінші тапсырма. Сөздердің мағынасын келесі бағаннан тап. Оқушылар, ойланайық. Сөздердің мағынасын қалай таптық? Жауаптарыңды бірге тексерейік. Тілек, басқа адамдарға айтатын жақсы сөз. Жыр, әнге қосып айтатын өлең. Өнегелі, тәрбиесі мол. Сыйлы, барлығы жақсы көреді. Ала жіп, екі түсті жіп. Ғасыр, баяғыда өткен жылдар. Мұра, ата-бабадан қалған зат, өнер. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Түсініп оқы. Тұсаукесер рәсімінен қазақтың мәдениетін көруге болады. Дәстүр бойынша сәбидің тұсауын сыйлы, өнерлі, өнегелі адам кеседі. Ол адам сәбиге өзінің тілегін айтып, батасын береді. Тұсаукесер жырын айтып, ала жіпті пышақпен кеседі. Тұсаукесер жыры ғасырдан ғасырға жеткен аса қымбат мұра. Жырлардың көп үлгілері бар. Олардың бірі мынадай болып келеді. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Тұсауды неліктен ала жіппен кеседі? Оның мағынасы бар. Ол сәби адал болсын, ешкімге жамандық жасамасын деген тілекті білдіреді. Осы кезден бастап сәбидің жаңа өмірі басталады. Үшінші тапсырма. Мәтін бойынша сұраққа жауап бер. Тұсаукесер тойында болдың ба? Тұсауды неліктен ала жіппен кеседі? Тұсауды кім кеседі? Тұсаукесер жырын кім айтады? Оқушылар, оқыған мәтініміз бойынша сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Тұсаукесер тойында болдың ба? Әрине, тұсаукесер тойында болдым. Тұсауды неліктен ала жіппен кеседі? Оның мағынасы сәби адал болсын, ешкімге жамандық жасамасын деген тілекті білдіреді. Тұсауды кім кеседі? Дәстүр бойынша сәбидің тұсауын сыйлы, өнерлі, өнегелі адам кеседі. Тұсаукесер жырын кім айтады? Тұсаукесер жырын тұсау кесетін адам айтады. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болғанына сенімдімін. Есте сақтайық. Оқушылар, берілген ережеге және кестеге назар аударайық, есімізде сақтайық. Буын үндестігі. Сөздегі дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе жіңішке болып үндесуі. Мысалы, құмыра сөзіндегі дауысты дыбыстар о, а бірыңғай жуан болса, жүгері сөзіндегі дауыстылар ү, бірыңғай жіңішке. Кейбір қосымшалар сөзге буын үндестігіне бағынбай жалғанады. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардың бірі тәуелдік мағынадағы жұрнақтар. Олар нікі, дікі, тікі. Ертоқым кімдікі? Ертоқым баланыкі. Ертоқым ұлыныкі. Түйме ненікі? Түйме қамзолдыкі. Шапан кімдікі?
Шапан Саматтікі, шапан Талаптікі. Төртінші тапсырма. А нұсқасы. Сұрақтарды мұқият оқы. Сұраққа сәйкес жауап бер. Үлгі. Ала жіп кімдікі? Ала жіп біздікі. Маған беріңіз. Ала жіп деген сөздің мағынасын білесің бе? Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, сұраққа сәйкес жауап берейік. Іске сәт. Сұраққа сәйкес қалай жауап бердік? Жауаптарыңды бірге тексерейік. Бұл ән кімдікі? Бұл ән Әміренікі. Бұл той кімнің тойы? Бұл той Томиристің тойы. Кіндік шеше кімдікі? Кіндік шеше Томиристікі. Тақия кімдікі? Тақия әкемдікі. Мына түйме ненікі? Мына түйме жейденікі. Мынау кімнің кимешегі? Мынау әжемнің кимешегі. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Ә нұсқасы. Сөйлемді екінші нұсқаға өзгерт. Үлгі. Менің жырым. Жыр менікі. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, сөйлемді екінші нұсқаға өзгертіп жазайық. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөйлемді екінші нұсқаға қалай өзгертіп жаздық? Бірге тексерейік. Сенің ала жібің. Ала жіп сенікі. Оның қарындасы. Қарындас оныкі. Адамның тілегі. Тілек адамдікі. Оның тойы. Той оныкі. Біздің қонағымыз. Қонақ біздікі. Сіздің балаңыз. Бала сіздікі. Біздің камера. Камера біздікі. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Бесінші тапсырма. Әнді қосылып айт. Тұсауыңды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегің шын көңілмен, тірегің бол өмірде, тосалмасын қадамың сенің. Тәй-тәй балапаным қас-қас, боттағаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тәй-тәй балапаным қас-қас, боттағаным байқап, қадамыңды бас. Бүлдіршінім бөбегім, қалауыңды берейін, тәй-тәй басып келші жаныма. Саған мәз боп қараймыз, қадамыңды санаймыз, тәй-тәй басып келші тағадан. Тәй-тәй балапаным қас-қас, боттағаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тәй-тәй балапаным қас-қас, боттағаным байқап, қадамыңды бас. Қадамыңды бас. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тұсаукесер жырын оқыдың, меншікті мағынаны ауызша және жазбаша жеткізе білуді үйрендің. Енді сабағымызға
жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта барлықтарыңның білімдерің шыңдалды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 92-ші бет, 5-ші тапсырма. Әнді жаттап ал. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.